өнерпаз сері, ойшыл ақын, қазақ сал серілерінің көрнекті өкілі, шоқтығы аса биік тұлға Төлебай Сал Есбергенұлы. Жанарқа өнерінде өмір сүрген. Ұрпақтарының жобалауынша 1826 жылдың мұғдарында туып, 1898 жылы қайтыс болған. Зираты Жанарқа ауданы Қарағаш орманы ішіндегі Өзенағаш деген жерде. Руы Басентейін. Бұл рудың өкілдері Жанарқадағы Қарағаш жеріне көшбасшы Жанболат бидің тұсында келген деген сөз бар. Қазақтың сал серілері атты еңбегінде Әлкей Марғұлан Төлебай Салды былай деп сипаттайды. Сарысу бойында 19 ғасырдың ішінде жасаған ескі салдың бірі Төлебай Сал. Оның өзгешелігі де орасан күшті болған. Басқадан өзгеше көріну үшін ол киімді бір ғана қойдың құмалағынан тізіп жасатқан. Құмалақты кейде жасыл, не қызыл бояумен бояп, оған не жасыл, не қырмызы түс берген. Төлебай Салдың елдікті, адамгершілікті насихаттайтын өлең сөздері, термелері көп болған. Затында салдығынан гөрі терең ойлы, шешендігі мен кесіп айтатын ділмарлығы басым болған. Төлебайдан Байғазы, Жанғазы, Сейтқазы атты 3 ұл туған. Төлебай Салдың жерленген жерінде аты жөні жазылған құлпытас орнатылған. Қарағаш ауылы мәдениет үйінде шөбересі мүсінші Жанғазин Тоғайбек сомдаған бюсті қойылған.